туысқаны жиылмаған, бір құдайдан басқаға сиынбаған, ағайын жұрт бүгінгі той құтты болсын, бүгінден қалмасыншы құйылмаған. Өйткені осындай той бұрын соңда қазағымнан басқаға бұйырмаған деп жырлайды екен қазақтың ақындары. Бүгінде соны ардақтап, анасын құрметтеп, осындай керемет дүркіретіп той жасаған той иелерінің бір керемет ән шашуы Марат пен Махон өздеріңіздің ардақты ағайындар қыздарымыз, келіндеріңіз ендеше қарсы алайық тамаша әдемі әнмен. Марат Бақтыбек, Қожамет құрметпен. Жақсылығын жиялашы, қар болып жананасың бір көрге. Ақбекен мұңайған қыз жылаған ананың алғанлығы әппақ-әппақ, айналдым беліңнен қардан әппақ. Ақмаданның арқасында басында тұрады кез бұқ болаққа. Аллаға шүкір көзінде аман болыңыздар.
отбасыларыңыз өсе берсін, өркендей берсін. Исаға міне сізден тараған ұрпақтар Аллахтың өзі сақтасын. Шапалақ ұрпайымыздар, қандай келі тренд билейміз. Айзат бастайды, ең кішкентай шөбересі қостайды. Мен қошақандар, құрметті ағайындар, ата менен немере аяқталмас бір дастан, екеуіне керегі ашық болсын нұрлы аспан. Балаңнан тәтті дейді немере, маған ақы сен өмірде төлеме, күн сияқты көтеремін төбеме деп бүгін міне сол немерелері ата әжесіне гүл сыйлап, енді бір керемет мына құрметті ағайындар разы қылып жатыр. Сондықтан да немерелерден бір жақсы тілек. Кім үлкені? Айзат. Әже, туған күніңіз құтты болсын, өмір жасыңыз ұзақ болсын, аман есен осылай жүре беріңіздер. Тойға келген тойшыл қауым, барлықтарыңызға рахмет, ата әжемді сыйлап келгендеріңізге бар жақсылықты тілеймін. Ортамызда осылай күліп ойнап жүре беріңіздер. Ассалаумағалейкум. Барлықтарыңызға қадамдарыңызға нұр өтсін. Осы әже, туған күніңіз құтты болсын. 70 жасыңыз, 100 жасаңыз. Атам екеуіңіз бақытты ғұмыр кешіңіз. Еліңіз сау болсын, аман есен осы арамызда жүре беріңіз. Немере шөберелеріңіз қызықтан тоймай жүре беріңіздер. Тәте, Роза тәте, туған күніңіз құтты болсын. Еліңіз сау болсын, аман есен осы арамызда жүре беріңіз. Жұмысыңызға береке. Роза тәтем, туған күнін ұмытып кеттің ғой. Тәте, туған күніңіз құтты болсын, өмір жасыңыз ұзақ болсын, қызыңыздың қызығын көріп жүре беріңіз. Ассалаумағалейкум, барлығыңызға. Әже, туған күніңіз құтты болсын, өмір жасыңыз ұзақ болсын, жасыңыз 100-ден ассын. Атамен бірге жақсы өмір сүріп, тату тәтті өмір сүрсеңіз. Роза тәтеме туған күніңіз құтты болсын, өмір жасыңыз ұзақ болсын. Ал әже, туған күніңіз құтты болсын, өмір жасыңыз ұзақ болсын. Болашақта сіздің ғана 70 жасыңыз емес, атамен бірге тұрмыс құрғаныңыз 70 жылдығында тойлайық. Аман жүріңіздер, біздің қуанышымызды көріп, пенсияларыңызды алып, бізге беріп, баршаңызға келгендеріңізге рахмет. Әже, туған күніңіз құтты болсын, 70 жасыңызбен денсаулығыңыз мол болсын, әлемдегі барлық жақсылықтарды тілеймін. Роза тәте, туған күніңіз құтты болсын. Алмагүл әже, 70 жасыңыз құтты болсын, 100-ге дейін жете беріңіз. Иса атамен бақытты болып жүре беріңіз. Роза тәте, туған күніңізбен сізді де 100-ге дейін жете беріңіз. Алмагүл әже, туған күніңізбен ағыңыз, жасыңыз құтты болсын. 100-ге дейін тола беріңіз. Роза тәте, туған күніңізбен сені күнде көргенде. Алмагүл әже, туған күнің құтты болсын, өмір жасың ұзақ болсын.
Нағаш әже, туған күніңіз құтты болсын, өмір жасыңыз ұзақ, деніңіз сау болсын. Атамен бірге бақытты болып күліп жүре беріңіз. Жүзден де аса беріңіз. Әже, туған күніңіз құтты болсын. Атамен бірге 100-ге шейін өмір сүре бер. Рустатте, туған күніңіз құтты болсын. Сізде 100-ге шейін өмір сүре беріңіз. Осы немерелеріңіздің тілегіне орай ата-апа 100-ден асып кетіңіздер. Құдай қаласа, сіздердің 100 жасқа толған тойларыңызда осы немерелер жасап берсін. 120-ға толсаңыздар, өзім жасап берем, Құдай бұйыртса. Сол күнге жетіңіздер. Енді құрметті ағайындар, мына жерде Мерей деген немересі бүгін ата-апасына сюрприз қып, өзінің сөйлесіп, танысып жүрген қызына кепті, бір қарап қойыңыздар. Құдай қаласа, Мерейдің тойында аман болыңыздар. Мерей өзі сасып таңға қопты ғой, бәрі саған. Шапалақ қойып қойыңыздар, Мерей. Ал, бір тренд биле жіберейік. Ренаттар билемейтін шығар, айзаттар билейсіздер ма? Тренд билейсіздер ма қазіргі? Кет қалсын. Алға, кет. Ал, шапалақ, арғанның қыздары жігіттері. Hadi. Екі қызға шапалақ алып қойыңыздар. Бір приз берші, бір подарок. Бірақ осы кішкентай ғана берейін. Рахмет жаным, сол. Тәп-тәтті болып билеп жүре бер. Ал енді ардақты ағайындар, кешіміздерден рай кішкентай балапандарымыздың ақ тілегінің артынан керемет ән шашу болсын. Ардақты ағайындар, қабыл алыңыздар. Қыран этноансамблінің қыз жігіттерін ортаға құрметпен шақырайық. Дәм алып, ас алып отырыңыздар. Ортамызда Қыран этноансамблі. Сіздер құрметтеріңізге халық әні ауылын сеніңізге қабыл алыңыздар. Көпірек отырайық ағайын. Бүгін той, бүгін қуаныш. Шақыр едім жайлауға, ішек шауып, шай бөлегін су болды. Жаңбыр жауып, Кішкентайдың күзге айрым ұрғымай сенсіз қалам еңгіме жүре аламын. ауыл сенің көргелі, шай бөлек көрмелі, айтарыңды айтып қалып отырдым ғой жүргелі. Қош бол сәулем көргенше, қайтайын алып келгенше, уәдең керек бұл мен сенің бір өлгенше. Жайсыз жерде жабағым, көрмаймын ай, сенсіз жерде ойнап кел, жүре алмаймын ай. Көрген жігіт сұлу қыз, міне сондай неге кеттің шіркін-ай, сол арадан. Ауыл сенің көргелі, шай бөлегін көрмелі, айтарыңды айтып қалып отырдым ғой жүргелі. Қош бол сәулем көргенше, қайтайын алып келгенше, уәдең керек бұл мен сенің бір өлгенше. Тек қана той қуанышта болғай ағайын, той құтты болсын.
Көп рахмет. Ергенде орындарыңыздан тұрғызып, шапалақ ұрғызбай, құрметті ағайындар, тек қана команда болып ойын ойнайық, құрметті ағайындар. Енді әр стол бүгін енді қай стол көңілді стол екенін біз шешіп, сол столдан бір адамға приз береміз. Келісесіздер ғой? Ендеше құрметті ағайындар, бәріміз қазір оң жақ, сол жақ болып бөлінейік. Ендеше құрметті ағайындар, оң жақтағы стол бастасын, сол жақтағы стол тыңдап отырыңыздар. Қазір орындалатын ән қайырмасында бірге айтсаңыздар болады. Рахмет әдемі. Ал енді сол жағалау Бақауыннан командасы. Қарамызда шымне. Ал. Осылай айтуға болады екен. Ұялмаңыздар, бәріңіз апамның балаларысыздар, атаның балаларысыздар. Сондықтан да қысылмай, қымтырылмай, қазір біз сол жағалауды жеңетін сіздерде мүмкіндік бар. Ендеше келесі орнымыздан тұрайық, столға шығайық, шапалақпен, қошеметпен, айғай-шумен. Ал кеттік ал!
сіздер мына гүлдеріңізбен бірінші орынға жеттіңіздер. Пока. Керемет, не деген идея. Ана керемет, апамның кішігеніне қалып қалмайын дәугелінен деп өзі ұйымдастырып, сонымен алдыға шықты. Енді дәугелінің командасы қайтеді екен, көрейік ардақты ағайындар. Келесен. Ал. Жібер. О! Ана! Ана! Сонымен үлкен келіннің командасына осал емес, ендеше бір ду-қол шапалақ қошеметтеп қойыңыздар. Ары қарай екі команда болып бәріміз бірге анамыздың құрметіне бір ән айтайық ағайындар, қабыл алыңыздар. Әкеңмен анаң болса арасынды, сен үшін көз ілмеген түн ішінде. Ашық тер адал сүтін ақтау үшін, жетпейді жиған алтын күмісіңде. Бағын тауып батасын ала алмасаң, баспайды алға қадам, бірісіңде дейді ардақты ағайындар. Өлген соң жылқы сойып керегіне, тауықта татырмасаң,
тірісінде деген сөз бар, құрметті ағайындар. Бүгін сол әкесін, анасын ұлықтап жатқан бұл қыздарына Алла разы болсын ағайындар. Енді жаңағы командалық ойында жеңіске жеткен сонда кішігеннің командасын білмеймін, дәугендігі жеңіп жатыр чөтті. Мен қатты қылып. Енді құрметті ағайындар, екі командаға да жақсы активный отырған столдағы қонақтарға подарка беретін болғанбыз. Ендеше мынау сол жағалауда отырған, мына жігіттің жанында отырған қонақтың аты кім? Әсемгүл Ақбота. Ақботаны берейік, Әсемгүлге бердік қой байрамда. Ақбота ханым, келіңіз, сізге апамыздың отбасының атынан билет шығаш. Ақбота! Шотыма! Осыма! Сол Ақботалардың отырған столда, екінші столда тоже күшті отыр. Қызыл көйлек, шатағына шығын. Рахат ханым, шапалақ ұрып қойыңыздар. Рахат! Билет! Енді оң жағалауда Роза Бычтың шығарам деп отыр. Сенің Роза халардың столынан кім? Менің құдағиым Света отыр ғой где-то. Қайдасы Света апай? Билет! Келесі. Майра Аудаша. Майра, шапалақ Майра, Жанар Аудаша, Майра Аудаша. Билет! Енді баға берейін. Жаңа ойынға қатыспай өзінше отырғандарға берейін. Ой қойшы, мына ойын өзі жалыққан біз. Вообще деп отырған бір-екі адам бар, деп қойды. Бағанға, кім атын айтшы, бүкіл ел көрсінші, бүкіл текені танысын. Кім? Орнынан тұрсыншы. Өзі тұрсыншы. Кім тұрады? Ұялмай отыр ғой, ұялмай. Жандандырып жібересің. Ондай адам жоқ біздің тойда. Солай ма? Сондықтан да бүгін бәрі керемет, құрметті ағайындар, көңіл күймен, әдемі настроениемен қайтыңыздар деген тілегіміз бар. Қадірлі ағайындар, бүгін анамыздың мерейтойы деп балаларының дайындаған тәтті тағамы торт. Торт дайын болса, қадірлі ағайынға тартып өтейік, құрметті ағайындар. Шапалақ қайда? Қошемет қайда? Апам қайда? 70 жас мерейтой. Дәл өзіңіздей әке мен анаға перзент болу бір бақыт. Сіздей ата мен апаның тойында бұл тортты жегеннің өзі бір бақыт ағайындар. Қошемет той көрді апамыздың жанына. Рахмет. Дұрыс, апам арымен жүргізіңіздер. Жүрген өзіне жақсы. Жігітіңіз келмейді. Шалының өзіне кесіңдер, қазір
Әйелдеріне естімей отыр. Жанымыз Мен не қатысым? келіншегіңізді қойда көп кесіңіз. Көре алмағандар шапалақ соқпасын. Ду болсын құлаққа тақтар міне бақытты сәт әкесімен анасы Марат досымыздың аман болсын ағайындар. Сол әкесі мен анасының батасының арқасы, әкесі мен анасының бата дұға тілегінің арқасы Марат пен темір жолдың бастығы болып жүргені. 70 жасында. Апам да май сатты. Болсақ көшелерді қоятыздар. Әдемі би тамашалайық құрметті ағайындар. Кешіміздің әсем биімен жалғастыратын Лашын би ансамблінің қыздарын құрмет қошеметпен ортамызға шақырайық ардақты ағайындар. Ортаны босатсаңыздар, той құтты болсын ардақты ағайындар. Сахнада Лашын би ансамблі. Ойымыздың құрметті меймандары
нағашыларым деп келіп отырған барша жиендерді шақырайық. Аттарын атап, түстерін түстемей, түгелдей осы арғын елінің жиендері келіңіздер, мархабат, той төрінде ақ тілек ортасына. Керемет ардақты ағайындар, ардақты анашымның туысы деп келіп жатқан жиендерге бір қол соғып қойыңыздар. Қош келдіңіздер. Кім жасыл келіннен бастайды? Апайыма? Бүгін менің алтын жеңгем, ақ жеңгем, асыл жеңгем 70 жасқа толып, туған күніңіз құтты болсын, ағам екеуіңіз осылай қол ұстасып секіріп 80-ге, тоқтамай 90-ға өтіп кетіңіздер. Сіздің әрдайым осылай жарқырап, жайнап, күліп жүргеніңіз құттықтаймын. Аға, апа, тойларыңыз құтты болсын. Апа, 70 жасыңыз құтты болсын. Өмір жасыңыз ұзақ болсын. Денсаулығыңыз мықты. Аңсаған армандарыңызға жете беріңіздер. Немере шөберелердің қызықтарын көріп, армандаған армандарыңызға жете беріңіздер. Тілектеспін. Қайырлы кеш, бүгінгі кештің қонақтары Исаға Аллаға жеше, бүгінгі сіздің мерейтойыңыз деген. Кешені жасыңыз құтты болсын, Алла сізге бақытты ғұмыр берсін. Исаға сіздің отбасыңызға өте тәттімін, ағамын әйелді құрметтесе сізде ақ болар деп ойлаймын. Беріп жатқан тәрбиелеріңізден ұл-қыздарыңыздан көремін. Мына ұл-қыздарың сондай тәрбиелі, бауырмал, адамгершілігі мол. Және міне бүгінгі осы тойды ұйымдастырып жатқан бақты үлкенге өте ризамын. Сонымен бірге міне қонақтарды шаршамай, қабылын шықпай, жүгіріп жүрген Шолпан келінге де өте ризамын. Алла әрбір отбасына осындай қуанышты нәсіп етсін. Тойларыңыз ұзақ болсын, қуаныштарыңызды Алла көп көрмесін. Мынау немерелеріңіздің, шөберелеріңіздің қызығын көріп, жұптарыңыз жазылмай жүре берсін. Ардақты асқар таудай нағашым бар. Жиен мен нағашының арасы бар. Сыртымнан тілеуімді тілеп жүрген, әрқашан аман болсын нағашылар. Жеңше, мына 70 жасыңыз құтты болсын, денсаулығыңыз құтты болсын. Осы нағашының бақытына, ұл-қыздарыңыздың бақытына, немере шөберелеріңіздің бақытына аман болып, осындай жарқылдап, ойнап күліп жүре беріңіз. Тойларыңыз тойға ұласа берсін. Ассалаумағалейкум баршаңызға. Нағашылар той құтты болсын. Жеңеше 70 жасыңыз құтты болсын. Өмір жасыңыз ұзақ болсын. Немерелердің қызығын көріп, күліп ойнап, нағашымен бірге бақытты болып жүре беріңіз. 100 жасаңыз, ауырмай, сырқамай, күліп ойнап жүре беріңіздер. Рахмет, жиендер келпеңіздер, сіздермен бір ойын ойнап жіберейік. Нағашылардың тойына келгенде жиендер разы болып қайтсын деп міне иықтарыңызға шапан жауып жатыр. Нағашыларымыздың бала шағасы. Бір қол шапалақ ұрып қойыңыздар. Жиеннің тілегі. Қабаттағандар,
Қазақта қыздың тілегі қыдырдың тілегі дейді. Қазақта жиеннің тілегі де қыдырдың тілегі дейді. Сондықтан тілеулес болған барша осы міне ардақты ағайындар арғын елінің жиендеріне бір шапалақ қойып қойыңыздар. Жақындарыңыздар. Тура бағанағыдай айтар, сол әріптен кез келген басталатын ән айтасыздар. А десем, анашым шалқып жүрсең деген секілді, иә? Келістік қой. Бәріміз қатысайық. Жақсы ән айтып шыққан кісіге, ойы жүйрік кісіге әдемі сыйлығымыз бар. Ендеше маэстро кеттік ал. 3 дегенде 1, 2, 3, буква С. Сәулем. Молодец міне. Бірден ойлаған жоқ қой міне. Сәулем. С. Сағындым сені. Мен де сағындым сізді деп жатыр ана кісілерге. С. Сағынғанда біргесін, сағынғанда біргесін. Шапалақ қайда жиендерге. С. Сағындым алматымдай. Не деген дауыс С. Сағыныш сазырас. Соған бір әнші ғой бір ән. Бір әнші таппай отырып бағана. С. Рахмет, отыра. Өзім отырғым келіп тұрады. С. Қайта шапалақ ұрып қойыңыздар. Буква, қандай буква? Т. Т. Бүгін күн тамаш. Т дейін. Толқын. Пойдем. Толқындай бера шаш. Мықты ғой мына кісі, ойланбайды ғой тұра. Жігіттер слабыйсыңдар вообще. Қыздар жақын тұрайық, мына кісінің дауысы күшті екен. Т. Тамаша тойды бәлен таңа тұрса. Керемет қой дауысы. Таптым ау сен. Вау! Сабыр. Т. Табиғатым бар. Айтсашы. Тау-тауада. Шапалақ ұрып қойыңыздар. Сонымен келесі буква М. Махаббатым. Күшті екен. Мама. Бір-екі күннің мен. Мына кісінің дауысы. 3-ке дейін санайын. 1. Стоп. Барма. Рахмет, шапалақ ұрып қойыңыздар. Буква М. Сізде отыра беріңіз. Кеттік ал. 3 кісі қалды. Кеттік ал. Шапалақ бар ма? Жиендерге. Сонымен ойы жүйрік 3 қонағымыз қалды. Буква Ж. Жылаңы махаббат. Махаббат екен сіздікі. Ж. Жаным, білмейді жаным. Жазира, асыл келген, бөлек келген туған. Тамаша шапалақ ұрып қойыңыздар. Қандай әріп айтылған жоға? Буква А. Алматыда тұрам. Анашым. Бар. Айналдым ана деген шәріпте. Саған тамаша. Буква Қ. Құтты болсын тойлар. Қ. Үстем болсын тойлар. Емес Қ дейін. Қ. Қ. Үшке дейін санайын. 2. Шапалақ. Үшеуіне де керемет ойы жүйрік. Осы 3 қыздың ішінде, жиеннің ішінде жеңіп шыққан әпкемізге шапалақпен бір әдемі сыйлық қойыңыздар. Жиендер риза болсын деп жатырмыз ағайындар. Міне қандай керемет. Рахмет. Енді бір ән айтып беріңіз, өзіңіз білетін бір күшті ән, дауысыңыз күшті екен. Салық айттым қауымға, той басталды ауылда, жасыда үлкен кішідей, ағайында бауырда. Тойың тойға ұласын, саған әнін қырасын, сәнін берсін сәкеннің, әнін берсін күләштің, туысқандар. Құтты болсын тойларың, сәтті болсын ойларың, баршаңызға
Алла разы болсын сіздерге, рахмет. Дастархан әзірледіңіздер, той құтты болсын. Қазақ былай емес, қазақ былай деп айтады. Ендеше қазақ балам біз қонаққа барып келеміз демейді, қазақ не дейді? Ортаға келіңіздер, ортаға келіңіз қарындасым. Шапалақ ұртыңыздар. Сонымен қарындасымыз шықты. Қазақтар балам біз қонаққа барып келеміз демейді, қазақтар Біз больницаға барып келеміз дейді. Яғни біз укол келеміз дейді. дұрыс па екен көрейікші. Қазақ біз укол сатырып келеміз дейді. Бәрекелді, подарок студио. Міне, мына болыңыз. Келесі жұмбақ. Тойға қаншадан апарамыз демейді. Сізден басқа, сіз әбден тойға көп барасыз. Қол көтеріңіз. Қазақтар тойға қаншадан апарамыз демейді. Қазақтар келіңіз ортаға, шапалақ ұрып қойыңыздар. Жанымның қабағыңды түйме, кім сені салады осы күйге. Ал әпке, қазақтар тойға қаншадан апарамыз демейді. Қазақтар Қанша келді дейді. Көрейік. Бізден тойға қанша алып келіп еді. Шапалақ, подарка, әрине. Бәрекелді, тура осындай келесі сұрағымыз. Қазақтар, қонақтар кетті, тезірек жинастырып, жатып демалайық демейді. Келіңіз қағи. Қонақтар, әрине, енді өзіміз отырып бір шай ішейік дейді. Ендеше қонағыға шапалақ ұрып қойыңыздар. Керемет тамаша әпкетай. Келесі, мына тамақ бұзылып кетеді, тастай салыңдар демейді. Кім біледі, кім подарок алмаған, кім бар? Кел жиен келсін. Жоқ, қарындасымыз келсін. Кел. Қазір қатыратын кісі. Мына тамақ бұзылып кетеді, тастай салыңдар демейді. Бұлар жеп қояқ дейді, болмаса әкеңе бер, сол жей салсын дейді. Көрейік. Әкеңе бере салшы, ысырап қылмай жей салсын дейді. Бәрекелді, менің де шешем тура осындай айтатын ғой тұры. Рахмет, бүкіл қазақ сондай екен ғой. Аман болыңыздар, одақта қайындар. Келесі. Молодец, өзі тірлік етіп бөлек шығыпты демейді. Ал, мәссаған. Тағы кім бар? Подарок алмағандар шақырайықшы, пожалуйста. Молодец, өзі тірлік етіп бөлек шығыпты демейді. Керісінше, келіңіздер, қол көтерсеңіздерші. Бір приздың иесі бар ма? Келші қарындасым, подаркасыз айтып берші, кеш өзіңге шапалақ ұрып қойыңыз. Бергенде қарындасым, қазақ не дейді? Молодец, өзі тірлік етіп бөлек шығыпты демейді. Ұрсып шығады, ешқашан бөлек өзі молодец болып шықпайды. Та көрейік, дұрыс ответ. Ақыры кетіпті ғой. Шапалақ, рахмет, мақонды сүтті ғой, ақыры кетіпті ғой. Шапалақ қойыңыздар. Келесі. Ризамыз, бәріміздің басымызды қосып той жасап жатыр демейді. Не дейді? Дұрыс ответін қараңыздар. Ризамыз, бәріміздің басымызды қосып той жасап жатыр деп айтпайды. Керісінше, қалай? Шығаршықты шоу. Ақша жоқ деп жүріп, февральда той жасап жатыр дейді. Сондаймыз ғой. Келесі. Болды ма? Бәрекелді, рахмет, бір қошемет ұрып қойыңыздар.
деді. Барына назар. Рахмет жігіттердің осы әкесі мен анасына той жасап жатыр ғой деп, сол той қуаныштың ішінде болайық деп келіп жатқан барша Марат пен Талғаттың достары түгелдей мархабат ақ тілек ортасына шақырамыз. Билеп алты билеп шаққан сәтте қастарым жанымды оғар бастарым жанады әуен бастадым сендерге бас қосты достар бүгін гүлдердің жапырағындай жайнады ақ дастархан ағы бошы көзірдің жанарынан көтерейік кәні достар махаббат өзіңге сіңген үміттер қайта жолдасын көтерейік кәні достар ол бақыт үшін осы күнге жете алмаған жан достар үшін. Бәрекелді, қош келдіңіздер құрметті замандастар, құрметті меймандар, әдемі ақ тілек сіздерден болсын. Кімнен болсын? Қалеке, сізден? Ассалаумағалейкум, тойшыл қауым. Бүгін Иса ағамыз бен Омар апамыздың өте үлкен той. Шеріп шығарған Алмагүл апамыз 70 жас. Туған күніңіз құтты болсын, апа. Өмір жасыңыз ұзақ болсын, бақытты болыңыз. Өсіп жатқан ұл қыздарыңыздың, немерелеріңіздің, шөберелердің қызығын көріңіз. Марат болсын, бақытты. Той қыласын, бақытты болыңдар. Аналарың, әкелерің аман болсын, ауырмасын. Роза, қарындасың туған күн құтты болсын. Бақытты бол. Ассалаумағалейкум, құрметті қонақтар. Бүгін жиналған себебіміз Алмагүл апайдың 70 жас мерейтойы екен. Апа, туған күніңіз құтты болсын, өмір жасыңыз ұзақ болсын, әрдайым осындай кең дастарханда өстіп, 100 жасты да тойлай берейік. Осындай үлкен ресторанда. Марат, бақытты күн. Әрдайым тойда кездесіп тұрайық. Қарындасымыздың да туған күні екен бүгін. Құтты болсын. Өмір жасы ұзақ болсын. Ассалаумағалейкум, тойшыл қауым. Мына бүгін Иса ағамыздың үйі қожалығында Алмагүл апамыздың туған күні 70 жасы. Құтты болсын. Апа, денсаулығыңыз мықты болсын, өмір жасыңыз ұзақ болсын. Әрдайым осындай бала шағаңыздың алдында күліп ойнап жүре беріңіз. Алла сізге дертті жақындатпасын, өміріңіз ұзақ болсын. Иса ата, Алмагүл апа бүгін 70 жасыңыз сіздің құтты болсын. Әрқашанда өстіп күлімде мейіріміңізді төгіп жүре беріңіз. Исая ата екеулеріңіздің махаббаттарыңыз бізге бәрімізге үлгілі. Отбасыларыңыз әрқашанда мейіріммен төгіп, бала-шағаңыз аман есен болсын. Сіздерге қарап үлгі аламыз, сіздерге қарап өзіміздің бойымыз түзейміз. Артыңыздан еріп жүріп, сіздердің әрқашанда сіздерді тамсан етеміз. Бәр жақсылық болсын, осы той-тойға ұласа берсін. Бақытгүл мен Марат екеуі осы той жасап отыр. Сол аналарын құрметтеп, Алла олардың өздерінде де балалары өзі құрметтеп, оларды өстіп биікке көтере берсін. Әрқашанда өстіп той-тойға ұласа берсін. Рахмет. Сөйлемейтін қонаққа бір приз берейікші.
Рахмет. Ардақты ағайындар, шынымен де көп рахмет баршаңызға. Той құтты болсын ардақты ағайындар. Алтын уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге отбасы балалардың атынан рахметімізді айтамыз, құрметті ағайындар. Той жұмысты болсын баршаңызға. Қадірменді ағайындар, таусылмасын ағатасын ғой көші, туысқандар қысылмастан сөйлеші, ақ тілекті ағытып бір тастайық бүгінгі кеш, анамыздың той кеші деп, осы анамыздың той деп, бар жұмыстарын тастап ардақты ағайындар, осы бір керемет ауылға, Текелі қаласында, алтын мейрамханасында, алтындай анашымның той ғой деп, бүгін осы үлкен ұлан асыр той жасап беріп жатқан анамыз бен әкеміздің барша балаларын ортаға шақырайын ардақты ағайындар. Құрметтеріңізбен Марат досымыз бастаған барша балалары келіңіздер, ду-қол шапалақпен. Ұл қыздары, барша келін кең балалары, құрметті ағайындар. Ендеше Марат қайда кетіп қалды? Мараттан бастаймыз ғой, үлкені Марат қой. Әпкеміз екен ғой, кешіріңіздер. Туған күнің құтты болсын, анашым. Сізден алған мол тәрбие санасын, денсаулық пен қуаныштың жанында әкешіммен таба білген жарасым. Естігені аямаған біздерден, әлемдегі ең сүйкімді жансыз жан анам. Шын жүректен құттықтаймын сіздерді, туған күнің құтты болсын, анажан. Кеш жарық болсын туған күнің, анашым, ақ күндерге құшағым. Кеш жарық бізді сыйлап, ата-анамды сыйлап келіп отырған қонақтар, жақын жуықтар, құдандалар, бауырлар, сіздерге барлықтарыңызға мың алғыс. Сіздердің үйлеріңізде осылай той болсын. Құрметті бізді дүниеге әкелген анашым, сізге дүниедегі бар жақсылықты тілеймін. Деніңіз сау болсын, өмір жасыңыз ұзақ болсын. Әкеммен бірге мың жасаңыздар. Не айтамын? Анаға баланың айтар тілегі таусылмайды ешқашан. Бастысы дендеріңіз сау болсын. Бауырым Марат, Бақтыгүл. Осылай ата-анамызды төрге шығарып, той жасап беріп жатқандарыңыз үшін сіздерге мың алғыс. Алла сіздерге риза болсын. Балаларыңыздан қайтсын. Ұрпақтарыңыз мың жасасын. Не деймін? Тойларыңыз тойға ұласын. Барлықтарыңызға рахмет. Басымды иіп рахмет айтамын.
ғажайып сыйы екеуміздің бір күнде дүниеге келгеніміз. Анашым, мен сізді жақсы көремін. 70 жасыңыз құтты болсын. Деніңіз сау, жаныңыз тыныштық тілеймін. Бақытты болыңыздар. Мен өмірде сіздің қызыңыз болған үшін бақыттымын. Сіз маған тек өмірге әкеп қана қойған жоқсыз. Адалдықты, мейірімділікті, сабырлықты үйреттіңіз. Мен сізді өте қатты жақсы көремін. 70 жасыңыз құтты болсын. Құрметті қонақтар, құрметтілерім, жанымызға жақындарым, сіздерге көптен көп рахмет. Міне бүгінгі біздің қуанышымызға ортақ болып, алтын уақыттарыңызды бөліп келіп отырсыздар. Сіздердің үйлеріңізде осындай той болсын. Тек бақытты болыңыздар, отбасыларыңыз аман болсын. Көп рахмет. Және де ағам мен жеңгеме де алғыс айтқым келіп тұр. Міне бүгін бізге қуанышты көңіл күй сыйлап, ата-анамызға 70 жасын тойлап беріп отыр. Үлкен рахмет сіздерге. Отбасыларың аман болсын. Үлгілі, үбірлі-шүгілі семьялардың бірі болыңыздар. Біз сіздермен мақтанамыз. Көп рахмет. Апамның 70 жасы құтты болсын. Жасына жас болсын. Немерелердің қызығын көріп жүре берсін. Ассалаумағалейкум. Бүгінгі мына жиналып отырған құрметті қауым. Апамның туған күніңіз құтты болсын. Әрқашан осындай қуаныш күндеріңіз көп болсын. Ағаммен бақытты көрістіре беріңіз. Қайырлы кеш, құрметті қонақтар, алыс жақыннан келген құдандалар, бауырлар, бөлелер, жеңдер, барлықтарыңыздың қадамдарыңызға гүл бітсін. Аяулы анам, алтын анам, жан анам, бүгінгі туған күніңіз 70 жасыңыз құтты болсын. Асқартау әкешімен бірге Алланың берген жасын жасай беріңіз. Өмірлеріңіз мәнді де мағыналы болсын. Осы өшіріп отқан ұрпақтарыңыздың тек қана қызығын, жақсылығын, тойын көруді Алла нәсіп етсін. Алла тағаладан сіздердің денлеріңіздің саулығын, өмір жастарыңыздың ұзақтығын тілеймін. Сіздерге айтар тілегіміз, айтсақ айта береміз. Міне бүгін мен ақындардың, басқа ақындердің тақпақтан айтқым келмейді, мен шын жүрегіммен айтатыным. Мына бүгін ағам мен жеңгем ата-анамды төрге шығарып, алтын анашымның 70 жасын тойлап отырмыз. Жеңше аға, сіздерге мың алғыс тағы шын алғыс. Алғысымыз шексіз аға. Ағамның үйі Ақжайлау деп, ағамның үйіне барсақ, жеңгеміз өз әпкеміздей болып алдымыздан шығады. Біз 4 қызбыз, бір келінім, бір жеңгем бар, біздер 6 қыз болып қалдық уже. Осындай бауырларым, осындай келін аға жеңгелерді бізге тату еткен ағаммен ініме көп рахмет. Осы Алла осы ауызбіршілігімізді берсін, сыйластығымыз мол болсын. Сіздерге көп рахмет. Бізді сыйлап келген, бүгін тағы да менің қамқоршы әпкемнің туған күні. Алтын әпкем, туған күніңіз құтты болсын, денсаулығыңыз мықты болсын. Осы Дайрабай жездемізбен мәңгі бірге бақытты ғұмыр кешіңіздер. Өсіріп отқан қызыңыздың тек қана жақсылығын, тойын, қызығын көріңіздер. Қызыңыз биыл мектепті бітіріп отыр, жоғарғы оқу орнына грантқа түсуін тілектеспін. Тойға ұласын, құтты болсын. Анамызға арнаған сыйлығымызды тарту етуге рұқсат етіңіздер. Анашым, 70 жас мерейтойыңыз құтты болсын. Деніңізге саулық, өмір жасыңыз ұзақ болсын. Әр сәтіңіз
қуанышқа, әр сәтіңіз немерелер, шөберелеріңіздің қуанышына тола берсін. Әкешім екеуіңіз ұзақ өмір сүріп, бізге пана болып жүре беріңіздер. Сіздерді шексіз жақсы көремін. Бүгінгі тойдың жасап беріп жатқан ағам мен жеңгеме Алла разы болсын. Тойымыз тойға ұласа берсін. Роза әпке, туған күніңіз құтты болсын. Бар жақсылықты тілеймін сізге. Ассалаумағалейкум. Алыс жақыннан келген құрметті қонақтар, сыйлап келгендеріңізге мың шүкір. Бүгінгі тойдың себепшісі анашым, 70 жасыңыз құтты болсын. Алтын бәрі аман болсын. Дендеріңіз сау болсын. Әрқашанда ойнап күліп, ауылмай жүріңіздер. Қош келдіңіздер қонақтар. Осы біздің анамыздың 70 жасының қуаныш тойына келіп отырсыздар. Адамдарыңызға гүл бітсін. Мен ешқашан нене деп айтпаппын, не мама деймін. Алтын нене демеймін, алтын мама деймін. Әрқашанда ізіңізден міне жеңшем екеуміз ілесіп, сіздің ізіңізден келеміз. Бүкіл жақсылықты екеумізге үйретесіз, білмеген жерімізді. Сіздей мама бар деп мен қатты қуанамын. Аға жеңше сіздерге де рахмет. Осынша кісінің басын қосып, үлкен той жасап атқандарыңызға барлық жақсылықтар тіледі ғой, соның бәрін періштелер әумин десін. Әрқашанда үйлеріңізде қуаныш болсын. Жақсы күндерде өстіп жиналып отырайық. Атам мен апамды ортаға шақырып алсақ, бала шағасының қасында тұрсын. Алып келіп бар. Талғат, жүгір. Айналай. Құрметті ағайындар, сол екі кісі де осы бала шағасының қасында тұрып осы ағайынға рахметін айтсын. Бала шағасымен бір естелік фотоға түссін алғат ағайындар. Мына Изара апамыз, Алмагүл анамыз осыға ұл-қыздардың асқақтау әкесі мен анасы. Әкеге, анаға бір жақсы тілегіммен. Ассалаумағалейкум. Алыс жақыннан келген тойшыл қауым, жер, нағашы, құда, перзаттар, бәріңізге рахмет. Өстіп сыйлап, тойға азғантай болсаңдар, қуанышымызды бөлісіп келіп отырғандарыңызға Алла разы бола берсін. Бүгінгі шешеміздің 70 жасы құтты болсын. Әкеміз екеуі 100 жасысын. Әкемді білмеймін, шешем әбіше кеткен 100-ге дейін барым деп. Шындығына келгенде ағам сөзбен тұрса жігіт шейінді деймін дейді. Той баласын қалжыңдаймыздар да, деніміз сау болсын. Әрқашан тойда жақсы ниеттеу кез бөлелерге рахмет. Астанадан Тегелді Шайков Сегедан келген, қуанышымызды бөлісіп отырған рахмет бөлелеріне, достарымызға, осы мейрамхананың ұйымдастырушысына, жүргізушісіне, осы қызметтесіп жүріп жатқан бәрі кісілерге рахметімізді айтамыз.
денimiz sağ olsun. Тек қана тойда кездесейік. Той құтты бола берсін. Шешеміз 70 жас болса, басқа кісілер 100 жасасын, шешем де 100 жасасын. Әрқашан тойда кездесейік. Кеш жарық, қымбатты біздің қуанышымызды бөлісіп келген жақсы адамдар, жақындарым, барлықтарыңызға көп рахмет. Алтын уақыттарыңызды бөліп, біздің қуанышымызды бөлісіп келіп отырғандарыңызға мың алғыс. Сонау алыстан келген, Астанадан келген қонақтар, сіздерге де көп рахмет. Жолдарыңыз болсын, аман-есен бала-шағаларыңызға жетіп, тек қана қуанышта басымыз қосыла берсін. Тек осы текеліге, біздің отбасымызға, қуанышқа, тойға келіңіздер. Дүниеде ананы жырламаған ақын, ана туралы жазбаған жазушы жоқ, ананы әніне қоспаған композитор жоқ. Анаға не айтсақ та жарасады, себебі ана өмірге, дүниеге өмір сыйлаушы. Бүкіл дүниені басқарған ақсақ темірдің өзі ананың алдында басын иген. Мен қанша дүниені қолымда ұстасам да, мына жынданған ананың алдында басым дейін деп баласын босатқан ақсақ темір. Ал оның алдында біз кімбіз? Сол үшін дүниеге перзент алып келіп, барлық ауыртпалықты көтеріп, бүкіл өмірін балаға сыйлаған анашымыздың бүгін 70 жасы. Апа, мен сізге өмірдегі барлық жақсылықты тілеймін. Сіз бақытты анасыз. Адам айтады ғой, әдемі қартаюды бұйыртсын деп. Бүгін сіздердің алдарыңызда отырған әкеміз бен анамыз әдемі қартайған қарттар. Ұрпағымен мың жасасын. Еш адам мәңгілік емес, бірақ адамның мәңгілік етіп тұратын бәйтерек ол ұрпақтары. Сол ұрпақтарыңыз тамырын жайып, өркендеп өсіп, аттарыңызды шығара берсін. Кімнің баласы дегізбесін. Анау пәленшенің баласы деп атыңызды асқақтатып, Қазақстанға танытсын. Балаларыңыз шығармаған атақты немерелеріңіз, шөберелеріңіз шығарсын. Сіздерге қазір тек қана денсаулық. Сіздерде бәрі бар. Балаларыңыз аман болсын, бауырлары бүтін болсын. Әрқашан ауызбіршілікті болсын. Алла тіл көзден сақтасын. Ұрпағымызбен мың жасап осылай әр қуанышта қуанышымызды бөлісіп жүре берейік. Көргеніміз тек той болсын. Және бүгін бізде қос қуаныш, менің алтындай ақылшым, кейде әзілден чипім менің деп ақылын айтып отыратын қайынсіңлімнің туған күнің құтты болсын ару. Осы апамның жолын берсін барлығымызға. Дәл осылай қартаю бізге де бұйырсын. Балаларымыз бізді де осылай айпештеп жүре берсін. Үйінде тек той болсын. Және бізде тағы бір қуаныш болған, маусым айында үлкен қайнапамыз 50-ге толды биыл. Белгілі себептермен бара алмай қалдық. Сол бірақ бауыр деген әрқашан тілекші, оны ұмытқан жоқпыз. Барлық бауырлардың атынан алтын набор бүгінгі күнге бұйырып тұр екен. Қанша барамыз деп тырыстық та бара алмай қалдық. Енді осы сәтті пайдаланып, апа, сізді 50 жасыңызбен құттықтаймыз. Әрқашан алтындай жарқырап жүре беріңіз. Екі туып бір
ешқашан бітпей қалды. Бауырлар, сіздерге де көп рахмет. Біздің осылай жүргеніміз осы кісілердің арқасында. Әрқашан осылай қуанышта, тойда басымыз қосып жүре берейік. Рахмет. Тойларың бар етсін. Бүгін Айгүл әпкеміз екеуміз анашымызға бір ән арнаймыз. Қабыл алыңыздар. Сыйлық тапсырып дұғасын орындаймыз. Рахмет айтқаннан дұрыс өткен. Анықтаған тіріндерді атамыз бен апамыз ағайынға құда жекжатқа бір ауыз өзінің ыстық лебізін, рахметін айтсын, сосын кейін қыздардың өлеңін тамашалайық, рұқсат болса сосын той бастарымыз бар ардақты ағайындар. Мына құрметті ағайындар, атадан алтау туады, алтауының ішінде біреуі абадан туады дейді. Марат досымыз сол атадан абадан туған жігіт болса, сол Мараттың осындай жетістікке жетіп жатырғаны осындағы міне әпке қарындастарының, бауырларының тілекші болғанның арқасы ардақты ағайындар. Ал ата-апа, ағайынға бір фотоға түсіріп алыңыздар, сосын рахметіңізді айтыңыз. Бауырларым, құдандаларым, нағашы жиендерім, бөлелерім, балаларымның достары, бәрілеріңізге сыйлап келгендер үшін рахмет. Әрқашан денлерің сау болсын, отбасыларың аман, бауырларың бүтін болсын, өстіп тойлап жүре беріңіздер. Әрқашан үйлеріңізді жақсы тойлар болсын. Марат баламен, Бақтың келіне де бір ауыз алғысымды айтып кетейін. Шешесі 70 жасын тойлап беріп отыр. Алла риза болсын. Біздер ризамыз балаларымызға. Осындай бала сыйлап, осындай ұрпақта енеп отырған аяулы жарыма рахмет. Бірінші Алла қалап берді осы. Кейбірінің арқасы осындай күнге жетіп отқаны. Әрқашан дейін сол, аман болып қасында жүре беріп ойнап. Бәрілеріңізге рахмет, кейінгі адамдарыңызға нұр жаусын, үйлеріңізде жақсы тойларға берсін. Тойда кездесейік. Құрметті қонақтар, тойға жиналған тойшы қауым, сәлеметсіздер ме, амансыздар ма? Алыс жақыннан келген құдағанда ағайын туыс бауырлар, қайныларым, қайынсіңлілерім, жен қайынсіңлілерім, балаларым бәрі, көршілер, балаларымның достары, бәріне көп рахмет, алтындай уақытын бөліп, бізге үлесін қосып отырған. Алла разы болсын, тойда қайтсын. Мына балаларыма да ризамын. Мына той жасап беріп жатқан. Жаңа Бақтыгүл, келін мен Марат балам, үлкен балам. Бұларға да рахмет, көп ауырса, қаратып, бөлек болса да қамқоршы болып жүрген келін мен балам. Бұларға көп рахмет, алғысым шексіз бұларға. Соң мына қолымдағы кішкентай балам, кішкене келін, еркетай келін. Бұлар деген біздегі баласындай бағып, қарап отқан бұларға да көп рахмет. Балам екеу болсын деп сұрап тілеп алған. Бір Талғатжан, соған бәріне, балдарымның бәріне рахмет, қыздарыма да рахмет. Ана Роза қызымның туылған күні құтты болсын, өзімнің подаркым ол. Денің сау болсын, жалғыз салып күніңнің рахатын көріп, содан мыңтал болып көгеріп өссін. Бақытты болыңдар, Тайрабай екеуің соны қызын көріңдер. Мінекей, көзді ашып жоғанса, мына Иса екеуіміздің отау болғанымызға міне 51 жыл толыпты. 51 жыл, 51 күндей де болған жоқ. Сол бұл кісіге алғысым шексіз. Жаманымды жасырып, жақсымды асырып келген. Бұл кісі менің
қанша немді көтеріп, қаншамыз адам маған шыдай да бермейді. Бұл кісіге алтын адам бұл кісі бар ғой. Елде екі адам жақсы болса, бір адам жақсы болса, біреуі. Содан кейін, бұл кісіге көп рахмет. Балдарым да осындай болып, көгеріп өсіп, бақытты ғұмыр кешсін. Мінеке 60-тан да астық, 70-ке де жеттік. 80-нен секір, 90-ға тоқтама, 100-ге жетейік. Балдарымыздың алдында кешке екеуміз бірге кетейік деп отырмын. Мына тойды басқарып жатқан балама да мың алғыс, көп рахмет. Үйіңде той болсын, бақытты ғұмыр кешсін. Алғысым сіз алтындай уақытын көрпеген бәріңізге рахмет көп. Рахмет аға. Мен ойлаған ғой, Иса атам кемпірге рахмет, менің мінезіме шыдаған деп айтама десем, сіздер де керісінше рахмет, аман болыңыз. Сондай керемет осындай батыр аналарымыз, асқар тәуекелдеріміз, ағалықтағандар аман болыңыздар. Шынымен де бәріміздің де әкеміз бұл өмірден өткен, әкелеріміздің жатқан жері жайлы, топырақтар торқа болсын. Енді барымыз осы кісілер Мараттың басында бағы бар ардақтағандар, міне әкесі де, анасы да қасында. Құдай осы кісілерге ұзақ жас берсін ардақтағандар. Рахмет, міне ұл қыздарына рахмет. Жаңа бір қызыңыз бір гүл әкелді, мен ойладым ғой, міне гүл деп. Сөйтсем іші толған ақша екен апа. Соны ешкімге берме апа, бақон алып алмасын. Әнеді той құтты болсын ардақтағандар. Енді жаңа қыздарының әдемі әні Айгүл ханым менен Гүлнұрден бәк? Айнұр. Көттің бегіл қызыңды, алыстамыр жүзіңді, танимын жаулығыңнан желбіреген. Құлыным сағындым деп, жүрсің ал жаным жүдеп, айналдым жүрегіңнен ел жүреген.
болғаннан кейін әкем шақырып алады. Мен сенің әкемін, Мараттың әкесі болсам, сен де менің қызымсың деп. Білмеймін, бірақ өзімді анамын қазір. Бәрібір әжем болып қалады. Мама, туғаның құтты болсын десеңші. Анашым, туғаның құтты болсын. Өмір жасыңыз. Шапалақ қойыңыздар, анасына. Рахмет ардақтағайдар, жаңа Талғат пен келіннің атынан бір вальс ардақтағайдар. Қазір мына билейміздер, жатқан кісілер осылай дайын етпеңіздер, жүргеніздер, құрметті ағайындар, енді ресторанның тойбастары дайын екен, ендеше қабыл алыңыздар, құрметті ағайындар. Енді аз ғана адам сағат 12 болды деп бана кісілеріне ғана ренжіп жатыр. Ал енді той құтты болсын, тойбастар. Керемет тойбастар, той сіздерге де жұмысы болсын ардақтағайындар. Тойдан тобықтай, бүгін Иса атамыздың әулеттілігі той, осымен өз мәресіне жетті. Келесі тойларда кездескенше сау, саламатта болыңыздар ағайындар. Баршаңызға рахметімізді айтамыз, аман есен отбасыларыңызға, ошақ қастарыңызға жетуге тілектеспіз. Сіздермен болған біз, сіздермен болған сіздер. Аман болыңыздар. Ты чемпион, но здесь скажи для себя, number one и чемпион. Doesn't